Армысыздар, 24 KZ арнасында сұхбат бағдарламасы, студияда Жансая Қожа Ахмет. Қымбатты көрермен, қазақ халқында тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ деп сот қызметкерлер турасында, билер турасында бірақ ауыз сөзбен түйінделген әдемі сөз бар. Ендеше бүгін біз сот турасында, оның негізінде судьяларды іріктеу жүйесін жетілдіру турасында әңгіме өрбітпек. Біз ол үшін арнайы студиямыздың төріне шақырған қонағымыз да бар. Бүгін біздің студиямыздың төрінде жоғары сот кеңесінің мүшесі Жанат Оспанова ханым. Қош келдіңіз. Қайырлы күн. Жанат ханым, алдымен бұл тақырыпты бастамас бұрын, менің білуімше, жалпы жоғары сот кеңесі жыл сайын жыл қорытындысы бойынша баяндама жасайды. Биылғы енді 2025 жылды қорытындылай келе, 26 жылдың 3 айы бар. Негізі осы жылдар немен ерекшеленді? Қандай бір ауыз толтырып айтатын жаңалық бар? Сұрағыңызға рахмет. Ең бірінші әңгімеге көшпес бұрын, осы жоғары сот кеңесі туралы қысқаша ақпарат беріп кетейін. Жоғары сот кеңесте отырғанымыз бұл мемлекет басшысының судьяларды қалыптастыратын, судьялардың тәуелсіздігін, оларға ешкімге қол сұғылмаушылық, кепілдіктерін қамтамасыз ету жөніндегі орган болып табылады. Яғни бұл жоғары сот кеңесі осы сот жүйесіндегі бүкіл кадрлық жағдай бойынша басқарушы орган, яғни судьялар іріктеуден бастап олардың тағайындау, олардың мансаптық өсуі, олардың біліктілігін көтеру, тәртіптік жауапкершілігі жөніндегі орталық бірыңғай орган болып табылады. Жыл сайын заң талабына сәйкес осы судья кадрлерінің жай-күйі туралы ұлттық баяндаманы қалыптастырады жоғары сот кеңесі, оны президентке ұсынады, содан кейін халыққа жеткізуге міндетті түрде халыққа жеткізу үшін шара қолданады. Енді ұлттық баяндама дегеніміз, оның негізгі мақсаты бұл судья кадрлерінің жалпы сандық, сапалық сипатын, осы кадр саясатының бағытын жан-жақты көрсететін талдамалық құжат болып табылады. Енді 2025 жылға тоқталатын болсақ, бұл сот жүйесі үшін тұрақтану кезеңі болды деп айтуға болады. Бұл дегеніміз, егер де мысалы мен қысқаша тағы да бұл жерде статистиканы келтіре кетейін, түсінікті болу үшін, жалпы судьялар штаты бойынша саны Қазақстан бойынша 2719 штат бірлік бар. Бүкіл судьялардың саны. Оның қазіргі кезде нақты жұмыс істеп жатқаны 2375, 324 кадрлық орын бос. Демек, кадр тапшылығы бар десек те болады ғой? Бар, 5 жылдан бері 350 орын бос болып келді. Бос болу деген сөз, бұл әрбір судьяға түсетін жүктеменің артатын білдіреді, ал өз кезегінде бұл жүйеден мерзімнен бұрын судьялардың кетуіне себеп болды. Яғни одан сайын жүктеменің көбеюіне, яғни ауырлықтың түсуіне байланысты. Сол мәселе былтыр шешілді. Яғни осыған дейін негізгі міндет кадр тапшылығының тежеу болатын болса, 2025 жылы бұл мәселе шешіліп, қайта таза өсіммен шықтық деуге болады. Өйткені біріншіден оның несі былтыр 251 судья тағайындалды. Бұл деп отырғанымыз, былай түсінікті болу үшін, судьялар толтыру деңгейі 97%-дан 131-ге дейін көтерілді дегенді білдіреді. Және 5 жылдан бері бос тұрған 65 орын толтырылды бірінші рет, алғаш рет 5 жылдың көлемінде. Енді бұл жерде бұған қалай қол жеткізді деген сұраққа жауап бергім келеді. Бұл кеңес төрағасы Малақовтың бастамасымен бір қатар кешенді жүйелі жұмыстар жүргізілді. Оның бірінші жұмысы жүргізілген бұл жаңағы бос орындарды жедел толтыру. Ол үшін конкурс рәсімдері қайта қаралды. Яғни бұрын 6 айға шейін созылатын мерзім, енді 1,5 айға дейін қысқарды. Екіншіден, судьялық мамандыққа тарту үшін әртүрлі заңгерлерді көптеген семинарлар ұйымдастырылды. Мысалы, 40 семинарға 13 мыңнан адам тартылды. Әртүрлі жаңағы заңгерлер, мықты заңгерлер тарту мақсатында. Және үшінші, егерде бұрын мысалы орын толтыру тек қана жүйедегі судьялар арқылы толтырылатын болса, енді жаңа кандидаттарға басымдық беріле бастады. Оның ішінде біздің академиямыз бар, сот төрелігінің академиясы, соның түлектеріне басымдық берілді. Қазір енді сөзіңіз аузыңызда 6 айдан 1,5 айға дейін қысқарды дедіңіз, конкурсты һәм байқауды осылай 1,5 айға дейін қысқарту сапаға әсер етпей ме? Енді бұл санның артынан қуамыз деп жүргенде. Түсінікті сұрағыңыз, өте орынды сұрақ.
Бұл жерде жүргізіп жатқан шаралардың барлығы бұл рәсімдерді оңтайландыру. Бұл жаңағы судьяға қойылатын талаптарда әсер ету дегенді білдірмейді. Демек талап сол, бірақ мерзім қысқарады. Керісінше бұл жағынан да бізде тетіктер жетілдірілді. Мысалы бізде біліктілік комиссия деген бар судья іріктейтін. Соның құрамы 40%-ға жаңартылды. Яғни оның құрамына жаңағы ғылыми қауымдастықтың мүшелері, шетелді сарапшылары енгізілді. Сонымен қатар мысалы тесттен өтетін база бар, осы тест сұрақтардың. Соның базасы 300 сұрақтан 1000 сұраққа дейін жаңағы көбейді. Одан бөлек мысалы біліктілік емтихандары мысалы айына 1 рет өтетін болса, қазір 90-на 1 рет өтетін болса, қазір айына 1 рет өтетін болып ауыстырылды. Яғни жылына мысалы былтыр 12 рет емтихан өткізді. Бірақ бұл қандай бұның нәтижесі бар? Бұған жаңағы бәсекелестік күшейді. Өткені бұрын 2024 жылы 827 ғана адам үміткер болатын болса, ал өткен жылы 1365 адам өздерінің үмітін сынап құжаттарын тапсырған. Бірақ сол деңгей 24% деңгей, өткендердің деңгейі сол қалпында қалып тұр. Яғни бұл жерде талаптар күшейіп отыр, процестер ғана оңтайландырып отыр. Түсінікті. Қазір бізді көріп отырған көрерменнің арасында негізі бұл сот мәселесіне келгенде, сот залын көрген кезде басына күн туған адам ғана бір тітіркеніп елең ете қалады. Сондықтан әділдік мәселесін жоғары көтеріп, ту етіп көтерген жандар үшін мына соттың қате шешіміне байланысты соттар, яғни судьялар қандай жауапкершілікке тартылады деген сұрақтың жауабын білу олар үшін өте маңызды. Себебі бұл сұрақтың жауабы олардың жағдайларындағы әділ шешімнің орнауымен тепе-тең. Түсінікті сұрағыңыз. Енді біріншіден айтып кетейін, заң бойынша судья 2 жағдайда ғана тәртіптік жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Арнайы конституциялық заңда көзделген. Ол бірінші істерді қараған кезде өрескел қателік жіберсе, екіншісі әдеп нормаларына қарсы сот беделіне кір келтіретін, нұқсан келтіретін теріс қылық жасауы. Енді өрескел қателік дегенді, өрескел қателікке үшін судья мысалы шешім шығарған кезде орын алған ол қателіктің жоғары тұрған сот анықтайды. Жоғары сот анықтайды, одан кейін ол материалдарды сот жүйесіне жібереді, сот жүйе арқылы жаңағы жауаптылыққа тартады. Енді бұл жерде де статистиканы келтіре кетейін. Былтыр мысалы 70 судьяға қатысты 77 осындай тәртіптік іс сот жүйесіне келіп түскен. Оның бірақ барлығы емес, оның 40 бойынша ғана судья тәртіптік іс қозғалған, ал 37 бойынша қысқарған. Өткені бұл жағдайларда теріс қылық, жаңағы өрескел қателік анықталмауына байланысты сот жүйе қысқартқан. Енді жаңа қателікке байланысты кез келген бұзылған шешім үшін судья жауапқа тартылады дегенді білдірмейді. Судья мысалы әртүрлі негіздермен шешім бұзылуы мүмкін. Мысалы заң нормаларын қате қолданғаннан, істегі дәлелдемелерге дұрыс баға бермегеннен, бұндай жағдайдар дәлелдемелерге баға беруге байланысты қате болатын болса, судья бұл жерде тәртіптік жауапқа тартылмайды. Бірақ бұл шешімнің бұзылуы, өзгертілуі қандай да бір судьяға жағымсыз салдар алып келмейді дегенді білдірмейді. Өйткені әрбір бұзылған іс, әрбір өзгертілген іс судьяның ол көрсеткіші. Егер мысалы конкурсқа қатысатын болса, немесе оның әрекетіне жыл сайын, 5 жыл сайын кәсіби деңгейі бағаланады ғой, сол кезде оған жаңағы ескеріледі. Және бұл судьяның көрсеткіші, бұл негізгі өлшемшарттардың бірі болып табылады. Судьялардың арасында рейтинг бар ма? Осындай ескерту алғандар төменірек түсіп, ескерту алмайтындар жоғарыға шығып? Ондай рейтингі жоқ. Бірақ бізде рейтинг не үшін қажет? Ол жерде ондай судьяның тәуелсіздігі деген бар, ол жерде рейтинг, ешқандай рейтинг жоқ. Бізде рейтинг деген қалыптасып жатқаны, бізде сот төрелеген академиясы бар да. Сол академиясына мысалы былтыр 2025 жылы жіктеу шкаласы енгізілді. Бұл кандидат жаңа магистраттардың арасында олардың оқу үлгеріміне, жаңа біліктілік емтихан тапсыру деңгейіне байланысты рейтинг ұйымдастырылады. Рейтингте олардың мысалы әртүрлі құқық бұзушылықтарға қатыстылығы, мысалы қандай да бір кезінде жаңа құқық бұзушылық жасалды ма, соның барлығы ескеріле отырып рейтинг қалыптастырылады. Бұл рейтинг не үшін керек? Жаңа айтып кеттім, бізде бос орындар көп та. Сол рейтингтің төменгі деңгейіндегі кандидаттарды шалғай аудандарға судья болуға ұсынады да. Сондай мүмкіндік үшін, сол рейтинг сол үшін. Сонымен қатар қазір заң жүзінде ұсыныстар дайындалып жатыр. Сол рейтингтен үздіктерін конкурссыз бос орындарға ұсыну жөнінде.
Осындай әдістерді қолдану арқылы аймақтардағы, шалғай аудандардағы бос орындардың орны толып жатыр ма? Енді ғана қолға алынып жатқан шара. Енді жаңағы шынымен де бізде айтып отырмын, бір жерде бір жерлерде бос орындар бар, бір жерлерде бәсекелестік жоғары. Мысалы, Астанада бір орынға былтыр 108 адам үміткер болғанда, Алматыда 73, мысалы, аудандық сотқа. Ал керісінше, мысалы, Батыс Қазақстан облысының Жәнібек, Жаңақала аудандарында бір ғана үміткерден болған. Ал 14, мысалы, қазіргі уақытта 14 төрағалық орын, 11 жаңағы судьялық орынға мүлдем үміткер болмаған. Неге, оған себеп не? Енді бұл біріншіден бұл жерлердің географиялық орын аласуы, екіншіден олардың әлеуметтік жағдайы, сонымен қатар бұл шалғай аудандарда мансаптық өсуге енді шектеулер бар деп, сондай деп ойлайтын шығар, сондықтан ол жерге көбінесе бармайды жаңағы үміткерлер. Енді соның жаңағы шешу жолы ретінде, жаңа айтып отырмын, рейтинг жасап, төменгі көрсеткіштері бар судьяларды, кандидаттарды сояққа бағыттау жөнінде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жоғарыда өзіңіз айттыңыз, жаңа мамандарды тартып жатырмыз деп. Осы жаңадан келген білімді, білікті мамандардың сот ісіне араласуы сапаны арттыра ма, әлде керісінше олардың іске бойлап, кірісіп кеткендерінше уақыт өтіп кетіп жатыр ма? Енді бұл жаңа біздің бақытымыздың біреуі, айтып отырмын, бұл кадрлер толықтырудағы нағыз негізгі бақыттардың бірі болып отыр, жаңа кадрлер тарту деген. Бұл не үшін қажет? Бұл сол неге бірінші бәсекелестік тарту үшін, екіншіден жаңа көзқарас, жаңа тәжірибені енгізу мақсатында. Өйткені судья тек қана бір бағытта қарамайды, әртүрлі салық даулары болады, басқа да қаржы даулары болады. Сол мамандарды, өзінің кәсіби ортасындағы мықты мамандарды сотқа тарту мақсатында жүргізіліп жатыр. Бұл қайта керісінше сот жүйесінің сапалысын көтереді деп ойлаймын, сот төрелігін жүргізудің. Жан-жақты қылады. Жан-жақты қылады. Құрамды, Ал енді осы жаңа өзгерістерден кейін судьяларға беріліп отырған талап күшейіп отыр ма? Жауапкершілік һәм, әлде керісінше оңтайланып отыр ма? Бұл енді судьяға қашанда жоғарғы жауапкершілік жүктеледі, жоғары талаптар қойылады. Судья болу үшін оның кәсіби білімі жоғары, беделі ешқандай мінсіз, бедел, моральдық, адамгершілік қасиеттері өте жоғары тұлғалар ғана таңдалады. Сондықтан жауапкершілік өте әрқашанда жоғары болу керек. Бір сөйлеммен қорытындылап, түйіндеп айта аламыз ба? Нағыз судья қазіргі заман талабына сай сот қандай болу керек? Енді әділетті қоғамның ең басты кепілі ол тәуелсіз сотта. Ал тәуелсіз сот ол әрбір судьяның тәуелсіздігінен, адалдығынан, оның кәсібилігінен басталады. Сондықтан ең бірінші судья деп отырғанымыз ол жоғары кәсіби маман болу керек. Ол тек қана заңды ғана түсіндіріп, заңды ғана біліп қана қоймау керек. Сонымен қатар заңды, негізді, заңды қолдану керек. Екінші, міндетті түрде ол қасиеті, ол мінсіз бедел. Ол тек қана жұмыста ғана емес, жұмыстан тыс уақытта да өзгелерге үлгі болып, заңды мүлтіксіз орындауы тиіс. Және үшінші, моральдық, адамгершілік қасиеттері жоғары болу керек. Өткен әрбір істің артында адамның тағдыры тұр. Және кез келген қандай да бір ықпалдарға илікпейтіндей оның ішкі батылдығы болу керек деп есептеймін. Бұндай жоғары мансапқа шығуға ер адамдарды қоя тұрғанда, мына бір қолмен әлемді, бір қолмен бесікті тербеп отырған нәзік жандыларға қаншалықты оңай сот болу? Енді біз қазір кезде гендерлік бізде ұстаным бойынша саясатқа біздің барлық жүйемізде сәйкес келіп тұр. Өткені бүкіл судьялардың 54% әйел қауымы. Демек, тепе-теңдік сақталып отыр. Ол әсіресе бірінші сатыдағы сотта әйелдер көп. Бірақ шынымен де әйелдер үшін өте қиын. Өткені жүктеме бар. Бір жағынан отбасында ұстап отыру керек, бір жағынан жұмыстың көрсеткіштерін төмендетпеу керек. Ол енді үлкен ауқымды жұмыс. Көп жағдайда өмірлік жағдайларды қарастырсақ, басына іс түскен кезде сот ретінде әйел адам таңдалса екен деп тақымын қысып отыратын аналарды білеміз. Себебі енді ананың жүрегі бар, әйелдік сезіммен, бір жанашырлықпен қарайтын шығар бәлкім деген.
сотқа таңдаған кезде, мына бір іс таңдаған кезде сіз таңдайды ма соттар, әлде берген істі ала береді? Бізде ол таңдау мүнеде жаңағы бейтараптықты сақтау мақсатында бізде автоматты түрде бөлінеді. Ол жерде судьяның өзінің еркін емес. Мысалы, судьяларда мамандану бар. Сол мамандануына қарай автоматты түрде солай түседі. Қай бағытты көбірек біледі, соған қатысты, иә? Түсінікті. Сізге көп рахмет. О басты әңгіменің алқиссасында тура биде туған жоқ деп бастадық қой, сондықтан егер біздің еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтпақшы заң мен тәртіп орнаса, елімізде әділдік орнайтынына кәміл сенеміз. Көп рахмет. Еңбектеріңіз елене берсін. Көп рахмет. Қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетейік, біз бүгін сот турасында, соттағы әділдік турасында, соттағы іріктеу жүйесін дамыту турасында әңгіме өрбіттік. Әр шаңырақта 24 KZ арнасы қосулы болсын.